Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз төрт бұрышты корзинка тоқимыз. Яғни маған номер 6-шы крючок қажет болады, және де осындай түсті жіп қажет болады. Біз ең алдымен осы төрт бұрышты неміздің ортасынан, яғни осылай ортасынан алып келесіздер де, неге осылай кіргізіп шығарасыздар. Жұмыс жібіңізді шығарасыз. Және де воздушный петель аламыз былай. Мінекей. Ал мынау артық қалған жібімізді былай қойып кетіп, арасында тоқып кетеміз. Келесі қатарға крючокты кіргіземіз. Жұмыс жібімізден бір жіп алып шығып, екеуінен жұмыс жібімізді өткіземіз. Осылай істейміз. Келесінде дәл солай істейміз. Кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Екеуінен жұмыс жібімізді алып шығамыз. Кіргіземіз. Шығарамыз. Кіргіземіз. Және де шығарамыз. Мына бұрышқа біз осындайдан екеу тоқитын боламыз. Осы бұрышқа, осы бұрышқа, осы бұрышқа, осы бұрышқа екеуден тоқитын боламыз. Мыналарында біреу болса, мына осындай екеу тоқимыз. Біреу. Және екіншісі. Екіншісі. Келесіне біреу тоқимыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Мына бұрышқа екеу, мына бұрышқа екеу, мына бұрышқа екеуден тоқып шығамыз. Ал қыздар, біз бірінші қатарымызды біттік. Енді біз бір-біріне біріктіруіміз қажет, яғни жалғауымыз қажет. Мынау жұмыс жібімізді кішкене ұзын қылып аламыз да, мына тұрған жаңа воздушный петельдің екеуінің ортасынан өткіземіз. Ұзын қаталған жібімізді осы жіптен өткіземіз. Міне. Енді мына тұрған жіптен, мінекей ортасы В сияқты болып тұр, сол екеуінің ортасынан кіруі қажет. Мінекей кіргізесіздер де, осы жіпті алып шығасыздар. Мінекей. Алып шыққаннан соң воздушный бір петель жасайсыздар. Міне. Келесінде дәл жаңағыдай тоқимыз. Кіргізесіздер, тура ортасына кіруі қажет. Кішкене. Екеуінен шығарасыздар. Тура ортасына кіргізесіздер. Екеуінен шығарасыздар. Тура екеуінің ортасына кіргіземіз. Міне ортасына кіріп тұр.
екеуінен шығарамыз. Ортасына кіріп тұр, екеуінен шығарамыз. Екі. Екі. Ортасына кіргіземіз. Екеуінен шығарамыз. Неке мына бұрышқа біз жаңа екеу тоқыдық қой. Бұл бұрышқа тоқыған екеуге екеу тоқудан қажет жоқ. Дәл осылай біреуден тоқып кете береміз. Осына біреу. Кішкене шығару қиындау болып жатыр. Екіншіде тағы да біреу тоқимыз. Келесini тоқимыз. Ортасына кіргіземіз. Екеуінен шығарамыз. Ортасына кіргіземіз. Екеуінен шығарамыз. Ортасына кіргіземіз. Екеуінен шығарамыз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін тоқимыз. Осы жерге дейін тоқимыз. Яғни мына жердегі бұрыштарға жаңағы айтқанымдай, неке мына бұрышқа жаңа екеу тоқыдық қой, бұларға екеуден тоқудың қажет жоқ. Мына біріншісіне біреу, екіншісіне біреу. Дәл солай қатарымыздың соңына дейін тоқып өзіміз шығамыз. Неке қыздар, біз қатарымыздың соңына аяқтадық. Қатарымыздың соңына келдік. Яғни екінші қатарға келдік. Тура жаңағыдай біріктіреміз. Мына жібімізді кішкене ұзынырақ қылып алып, мына тұрған воздушный петельге кіргіземіз. Кіргізіп шығарып, осы тұрған жібімізге өткізіп, жаңағыдай воздушный бір петель жасаймыз. Келесі қатарды да дәл солай тоқып шығамыз. Яғни екеуінің ортасына кіргіземіз және шығарамыз. Кіргіземіз және де шығарамыз. Кіргіземіз, екеуінен шығарамыз. Мінекей дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып жаңағыдай басып біріктіресіздер. Өздеріңізге қанша биіктікте қажет, сонша қатар тоқып шығасыздар. Ал қыздар, біз тоқып біттік, яғни қатарымызды санаймыз. Яғни мынау бірінші болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қатар тоқыдым мен осы түстен. Ендігі түсті мен ақ түстен арнағым келіп отыр. Яғни келесі кішкене ақ қосып жіберейін деп отырмын, екі қатардай. Яғни ең алдымен біз осы жібімізден өткізіп аламыз. Яғни дәл жаңағыдай өткіземіз. Неке ақ жібімізді осы кезде қойып жібереміз. Яғни ақ жібімізді өткізіп аламыз былай. Воздушный бір петель жасап, воздушный жасамаймыз бұл кезде. Яғни мына жібімізді қиямыз да, кішкене ғана қиып, бағанадай арасына салып тоқып кетеміз.
Енді мен кішкене өзіме өзгешелік сияқты істеу үшін былай тоқып шығамын ең алдымен. Мынау екеуінің ортасына кіргізесіздер. Міне мына келесі ортасына кіргізесіздер. Ақ жібімізді алып шығамыз. Сол кезде екеуінен осылай алып өтеміз. Жіптерімізді арасына былай қойып кетіп тоқығанымыз дұрысырақ болады. Мына ақ жіпті аламыз. Мына жіптен өткіземіз. Немесе мынаны бұлай арасына жасырмай-ақ, қазір кішкене қиып тастап, арасына тоқып тастауға да болады. Бұлай кішкене онша ерсі көрінеді десеңіздер. Осылай арасына кіргізесіздер. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Менің өзіме осылай кішкене өзгешелік ретінде өзім осылай тоқып жатырмын. Қатардың соңына дейін осылай тоқып шығасыздар. Ал мінекей қыздар, біз қатарымыздың соңына дейін тоқып біттік. Ендігі кезекте міне тура осылай тоқып шығады. Ендігі кезекте осының соңына дейін тоқисыздар. Жаңа біріктірілген жерлер ғой. Воздушный препитель аласыздар. Келесі кезекте ортасынан қазір жаңағыдай ортасынан кіргізіп, ақтан тоқып шығамыз. Воздушный препитель алған соң мынандай жағынан тоқымасақ, кішкене мынау тоқығанымыз көрінбей қалады. Мінекей қыздар, біз қатарымыздың соңына дейін тоқып шықтық. Мінекей осылай шығады. Толық осылай шығады. Ендігі кезекте, жаңа біздің біріктірілген жерлеріміз. Ендігі кезекте біз мінекей мына тұр ғой. Мына екеуі тұрған жерден төбесінен кіргізесіздер. Жаңағы ақ жібімізді алып, осыдан екеуін өткіземіз. Воздушный, яғни осындай бір жұмыс жібіміз шығады. Воздушный препитель жасаймыз. Келесі кезекте мінекей мына тұрғаннан тоқисыздар. Екеуінен жаңағыдай алып шығасыздар. Екеуінің ортасына кіргізіп, дәл жаңағыдай, бастапқыда қалай тоқыдық, солай тоқып шығамыз. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, біз біттік. Ақтан осында екі қатар тоқыдым. Яғни енді келесі кезекте біз біріктіреміз. Біріктіріп. Негізі біріктірудің де қажет жоқ. Өйткені кішкене ұзындырақ қылып жібімізді кесіп аламыз. Мына жібімізді алып,
осылай екеуін бір-біріне мына тұрғанның біріншісіне өткіземіз. Және мына тұрған тұр ғой, осыған былай өткізіп алып, осылай істеп қоямыз. Артық жібін арасына тығып жіберсеңіздер де болады, немесе қиып өздеріңіздің ойларыңызға қарай істейсіздер. Және де мен осы түстен мына тұрған ақ бар ғой, осы сияқты арасына тоқып жібергім келіп жатыр. Өзінің идеям дема. Яғни жаңағыдай кіргіземіз. Артық жібін ішіне қарай тоқып жібереміз. Мінекей мынаусын ортасына кіргіземіз. Бір кішкене грубый болып кетеді, бұнымен тоқып жіберсек. Мына ақтың жалғыз өзін ала берейік. Ақты емес, ақты ала берейік аға. Мінекей осылай жаңағыдай. Кішкене арасына тоқып кету ыңғайсыз да болады. Мінекей осылай қатарымыздың соңына дейін тоқып шықсаңыздар, әдемірек шығады. Мінекей осылай. Қатарымыздың соңына дейін өзіміз тоқып шығайық. Мінекей қыздар, біз аяқтадық корзинкамызды. Менде осындай лента бар. Осы лентаны мен дәл осы мына ақтың астына өзімнің қойғым келіп тұр. Яғни мына жағынан шығарамыз біреуін. Яғни осы жағынан шығарамыз, екіншісін міне мына жерінен шығарамыз. Енді осы жеріне байлап қоямыз. Екі жағын бірдей ұстап тұр. Мінекей байлап қоясыздар. Осымен біздің картинкамыз дайын. Енді бантигін өздеріңізге қарай әдемілеп тоқып алуларыңызға болады. Осымен біздің картинка дайын. Кішкене